Бассейннен мені қуып шықты. Басында бәрі жақсы бастаған. Осылай әдемі, кең, таза жер екен деп келген едік. Алты бақандары да бар екен. Балалардың ойнайтын площадкасы да бар екен. Бассейн үлкен, суы таза. Негізі бассейнге баруға әлі ерте екен, су салқын. Арасында өзіміздің собой апарған тамағымызды апарып тамақтанып алдық. Собой тамақ апаруға болады. Бірақ тек әзірше толық ашылғанша. Біз 5 адам болып бардық, сөйтіп бізде бір адам мүлдем суға түскен жоқ. Сонымен біз администраторға бізде бір адам суға мүлде түскен жоқ, ақшаны қайтарасыңдар ма деп едік. Тек 2000 теңгесін ғана қайтарамыз, және де бұл зонаға вообще кірмесін, тек сыртта күтсін деді. Жақсы деп тамақтанып алғаннан кейін келсек, сендер бұл киімдермен бассейнге түспеңдер, купальник киіп келіңдер дейді. Мен бассейнге купальник киіп келу керектігін білмеген екенмін. Тіпті купальнигімде жоқ болған ғой, осыған дейін суға түсіп, бірақ именно бассейнге мен бірінші рет келіп тұрмын. Админнен тек жарты сағат хотя бы түсіп алайық деп едік, мүлдем рұқсат бермеді. Админ келмей тұрып, осының өзінде 1 сағат түсіп алған едік. Бірақ біз осы киіммен түсіп жатқанымызда бізді басқа сотрудниктер қабылдап осылай кіргізген еді, олар бізге айтпаған болатын. Сөйтіп админ келіп барлығымыздың настроениемізді құртып жіберіп, сөйтіп 2 сағатта бассейннен үйге қайтып кеттік. Егер сондай болмайтын заттары болса, есікке жазып қойсын, или біз кіріп жатқан кезде бізге түсіндіруі керек еді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Ойларыңызды комментарийге жаза кетіңіздер. Сөйтіп төлеген ақшамыз ауаға ұшып, настроениеміз құртылып, үйге қайттық. Видеом ұнаса лайк басып келіп кетіңіз. Осы видеомен мені 5000 оқырманға жеткізіп жіберіңіздерші, сәл қалды.